Бізді көз ауруынан жалғыз тастамаған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху уассалам 1400 жыл бұрын-ақ былай деген екен: трюфель манна секілді, оның бөлетін шырыны көзге шипа. Қараңыздар, мынау трюфель саңырау құлағы, ал мынау одан бөлінетін трюфель шырыны. Осы трюфель шырыны көзге тамызған кезде прям көздің ішіне, көздің жүйке жүйесі нерв капиллярлар арқылы жүріп миға барады. Мида бұл трюфель шырынының қоректі пайдалы заттары адамның көру қабілетін жоғалтқан және осыған себеп болған ағзаларға дейін жетеді. Субханаллах, қаншама адам қазір көру қабілетін жоғалтқан және жоғалтып та жатыр. Сүйікті балдарын көре алмай жатыр. Әсіресе үлкен қарт кісілер сонша күткен, армандап келген немерелерін бір иіскеп те көре алмай жатыр. Алла сақтасын. Көзімізге шипа ем іздеп, немесе қарт ата-аналарымыздың мен жақындарымыздың көзін қалпына келтіріп қуантқыларыңыз келсе,